Мен уақыт құмын босаттым. Солайша, уақыт сақтаушысына айналдым. Содан кейін маған тарихты қайта жазу керек болды. Өткен оқиғаларға қарамастан, мен жаңа дәуір жасап шығардым. Мен бұл судай таза жаңа тарихта ұстамдылық пен кішіпейілділік жасадым. Біраз дайындықтардан кейін мен жұмысымды бастадым. Қараңғылықтың бетін ашып, мың жылдықтар өтіп, мен әлемдердің нобайын жасадым. Тағы бірнеше мың жылдан кейін мен оларға ми мен өмір бердім. Менің жаңа дәуірімде барлық адамдар тату-тәтті өмір сүруге мүмкіндік ала алады. Бірақ та олар бұған қол жеткізе ала ма? Бұл өздеріне байланысты болады. Өйткені менің күшім маған осы туындыны бастауға мүмкіндік берді. Оны өліммен аяқтау керек. Mortal Kombat 1 жебе дыбыстамасында. Менің достарым, көп күткендеріңіз үшін сіздерге кереметті ұсынамын. Бұл кереметті мен әдейі соңына қалдырдым. Жақында мен теңдесі жоқ, тиімділігі бар әмбебап құрал таптым. Жақында бұл сыртқы әлемнің әр үйінде, сөрелерінде болатын болады. Бұл эликсир ерекше рецепт бойынша жасалған. Және қоспасында Patreon гүлдері мен Маргиован шырыны бар. Артикал қайдақарлардың тістерінің ұнтағы да бар. Мұның бәрі және басқалары күшті Ликорион сиқырына толы. Анау таудың ар жағында тағы бір ауыл бар. Ондағы барлық адамдар менің осы керемет құралымды сатып алды. Бір түнде аурудың бәрі жоғалып кетті. Тіпті таркатандар. Бірақ қазір мұндай мықты сиқыр өте қымбат тұрады. Сіз өзіңізге сұрақ қоятыныңызға сенімдімін. Мен оған қол жеткізе аламын ба? Бірақ та сізге бұл сұрақты алып тастап мына сұрақты қою керек. Мен болсыз өмір сүре аламын ба? Өтірік айтпа, Шанзунг. Сенің дәрілерің көмектеспейді. Кешірім өтінемін, бірақ сіз кім боласыз? Саған алданып қалған ақмақ біреу боламын. Сен фирмама келген кезде менің қызым қаза болды. Сен маған ғажайып сыйлаймын дедің, ал мен саған барымды бердім. Бір күн өткеннен кейін қызым қаза болды. Жоқ, бұлай болу мүмкін емес. Менің сиқырым бұндай қателік жібермейді. Ешқандай сиқыр болған жоқ. Мен сенің эликсиріңді империялық сиқыршыға апардым. Оның не деп айтқанын білесің бе? Бұл бос сөз ғана. Сенің сатып жүргенің жеміс шайы. Өтінемін мырза, мені тыңдаңыз. Сіз барған сиқыршыға телеседі. Менің эликсирім жоғарғы сапалы. Олардың тиімділігіне кепілдік берілген. Оларды әдемі алдадыңыз. Бетпердеңізді айтам. Артқы ауылдың тұрғындары жақсы, қарт адамға сенуге бейім. Сіз де назары клиенттердің бірісіз бе? Егер кек алыңыз келсе, әлгі шалға барыңыз. Қарыздың бәрін сол өтейді. Менде ештеңке қалмады. Шансунг, менің қалағаным бұл емес. Сені керемет сиқыршы ету үшін, енді сен тек кейіп таныта аласың. Не деген жұмарт ұсыныс еді? Неге мен
Сенің өмірге деген талпынысың өте мықты. Сыртқы әлемнің шетінде саяхаттап, шарлатандық дәрі-дәрмектер мен жалған сиқырды сатумен тағы кім өмір сүре алады? Айтшы. Өмір сүрдің дедің бе? Бұны тіпті тірі қалу деп атауға болмайды. Сен негізі бұдан да керемет жағдайға арналғансың. Шаруалардың арасында емес, патшалықтың арасында өмір сүруің керек. Бірақ та сен туылғанға дейін саған қарсы қастандықтар жасалды. Сен қаншалықты мықты болады деп қорыққандар саған қастандық жасады. Сіз бұны қайдан білесіз? Өзі кімсіз сіз? Мен сенің құтқарушыңмын, Шан Цзунг. Егер де маған қосылсаң, патшалықтар сенің алдыңда тізесін етін болады. Mortal Kombat 1. Бұл өте жақсы өнім, Кун Лао. Иә. Біздің жолымыз болды, Рейден. Біздің аш қалғанымызды қалайсың ба? Жоқ, әрине жоқ. Бірақ та біз бұл жерде жастайымыздан бері жұмыс жасаймыз. 40 жыл өтсе де, біз осында боламыз. Әліміз қалмаған шал сияқты, яғни ой ата сияқты. Мен сені қаншалықты білсем де, бірақ та сен Фэнжайлдан кеткің келген. Сен үшін осы жерде бақытты бола алмайсың. Біздің ата-бабаларымыз абыройлы жауынгерлер болған. Олар жаумен шайқасып, абыроймен қаза болды. Ал біздің тарихымызшы. Біз тарихқа қалай жазылатынымызды тіпті білмеймін. Бұны абырой деп санамайтын шығарсың. Бірақ та біздің істеп жатқанымыз ауылымызды көркейтуге көмектеседі. Мен білемін. Бірақ та сынақты іздеу, бұл жаман ба? Егер расында да бұны қаласаң, онда бәстесейік. Мадам Бо кешкі асына бәстесейік. Ана себетті кім соңғы толтырады, сол төлейді. Сен менен де жылдам жұмыс істей аласың? Қашаннан бері? Сенің шаруаң бітті, Рейден. Бұл өте ғажап. Мен аштан өлейін деп жатырмын. Мадам Бо кешкі асқа не дайындады екен? Екеуің үшін кез келген нәрсені дайындап беремін. Рахмет сізге, Мадам Бо. Сіз бізді еркелетіп жатырсыз. Менің болмаған балаларым секілді. Сен екеулерің менің сабақтарыма дайындалдыңдар ма? Қолымыздан келгенше. Бірақ та егін жинау жекпе-жекке уақыт қалдырмады. Сен алғашқы сөзінен бастап ақталудан басқа ештеңке айтпадың. Егер де жаттығуды дұрыс жасамасаң, иә, білемін. Ондай болса сізді жерге қаратамын. Жарайсың, және бұны ұмытпа. Бүгін саған қандай тағам беремін, оны да көреміз. Сенің төлейтінің жақсы болды. Әйтпесе Мадам Бо ашуланып қанша ақша сұрайтынын тіпті білмеймін. Мен төлеймін? Сен соңғы аяқтадың ғой. Бірақ та мен арбамды бірінші апардым. Бірінші апардым? Біз кім бірінші толтырады деп келістік. Бұлай айтқаным есімде емес. Осылай дейсің ғой, иә? Онда еркекпіз ғой. Бәрін еркекше шешейік. Тоқта, сонда төбелесеміз бе? Иә, дәл қазір, және осында. Мадам Бо көрсін, біздің қабілетіміз жақсарды ма екен? Үштен екі жақсы ма? Солай айтсақ та болады. Онда бізге сақ болу керек. Бір нәрсені сындырсақ, Мадам Бо бізді қуып шығады. Ештеңке сынып үлгермейді, уайымдама. Сен сол уақытқа дейін жерде жатасың. Сенің әлі маған күшің жетпейді. Бірақ ол күнде алыс емес, Кун Лао. Осыны жиі қайталап жүр.
Сенің қарның қатташып қалыпты. Бәрі өте дәмді болды, мадам Бо. Рахмет, Рейдан. Сендер үшін қуана-қуана дайындап беремін. Мадам Бо, Лин Куэй сіздің жауабыңызды күтеді. Менің қолым бос болмады, Смоук. Лин Куэй? Кім олар өзі? Кім екендерін мен де білмеймін, бірақ бұл маған ұнамайды. Біздің не істеуіміз керек? Дайындалуымыз керек. Мадам Бо, сіз таңдау жасауыңыз керек. Бізге қорғаныс үшін ақша төлейсіз. Немесе мына керемет ғимаратыңыз қирайды. Сендерге боқ та бермеймін. Мадам Бо, бұл таңдауыңыз жаман. Мадам Бо! Екеуің батыл екенсіңдер, бірақ бізге қарсы сендерде мүлде мүмкіндік жоқ. Сен кімсің және кімменсің, маған бәрібір. Мадам Боға саусағының ұшында тигізбейсің. Ал енді кімнің мүмкіндігі жоқ екен? Бұны сен істедің бе? Шынымды айтсам, өзім сен алмай тұрмын. Кеттік, мадам Боға көмектесейік. Тұрған орныңда қатып қал. Ол бұны қалай істеді? Мен тіпті білмеймін. Сендер Лин Куэйдің ісіне кедергі жасадыңдар. Кетіңдер, әйтпесе өлесіңдер. Мадам Боны тастап кету? Сен оттапсың. Бері кел. Тағы таяқ жегілерің келе ме? Қалағандарың болсын. Мүмкіндігің барда қашып кету керек еді. Лин Куэйдің жолын кескенің үшін жауап бересің. Керісінше, менің жолымды кескен мына сендерсіңдер. Масқара. О, іске асты. Сен менің шыдамымды тауысып біттің. Басқа Лин Куэйлерді айырғандай, сені де айырмай тұрғанда бұл жерден кетіп қал. Лин Куэйдің грандмастеріне қарсы сен түк емессің. Өзіңнің грандмастер екеніңе сенімдісің бе? Қызық екен. Кун Лао, бері кел. Ол есінен танып қалды. О, жоқ. Ол қаза болды? Әлі оған ерте. Мадам Бо, сізде бәрі дұрыс па? Кун Лао.
Ендеше, мадам Бо, олар дайын ба? Олар енді сәл-сәл ақмақтау, бірақ дайын. Оның көздері жанып тұр. Мен лорд Лю Кэнг боламын, жер патшалығының қорғаушысы, және де от құдайы. Құдай? Жер патшалығының қорғаушысы? Мадам Бо осы сәтке сендерді бала кездерінен бастап дайындады. Бүгін сендер менің чемпиондарымның қатарына кіре алатындарыңда дәлелдедіңдер. Сонда бұл шайқас жай ғана сынақ болды ма? Дәл солай. Сендердің қабілеттеріңді тексеру үшін. Бихан, Колян. Сонда олар бұзақлар емес пе? Лин Куэй, бұл ежелден келе жатқан ру. Өздерін жер патшалығын қорғау үшін арнаған. Бағанадан бері жер патшалығы деп жатырсыз. Кәдімгі жер ме? Бұл жастарға көп нәрсені үйрену керек. Сендердің жерлерің жер патшалығының кішкентай бөлігі. Жер патшалығында көптеген әлемдер бар. Және де олар бәрі бірігіп, бүкіл ғаламды құрайды. Бұл әлемдер бір-біріне қарсы шығып шайқасу мүмкін. Міне сондықтан жер патшалығын қорғайтын чемпиондар қажет. Жақын аралықта шайқас өнерінен турнир басталады. Жер патшалығы мен сыртқы әлемнің шайқасы. Бұл турнир 100 жылда бір рет қана болады, және де әлемдерге өз күштерін көрсетуге мүмкіндік береді. Біздің жеңуіміз керек. Біздің арамызда бейбітшілік орнады. Сыртқы әлемнің кейбір адамдары соғысты қалады. Егер де біз турнирді жеңетін болсақ, олардың ойларын басады. Мен сендерге бар білгенімді үйреттім. Енді ары қарай лорд Лю Кэнгнен үйренесіңдер. Тағы да үйрену? Мұна екеуі бізді жеңе алмады ғой. Не болды? Олар жай ғана сендермен ойнады. Әйтпесе сендер екеуіңде тірі қалмайтын едіңдер. Жүріңдер. Вишу академиясының монақтары сендерді ары қарай үйретуге дайын отыр. Мен дайынмын, лорд Лю Кэнг. Ал сенші, Рейден. Пенсиянды тастап кету? Мен осында керекпін. Рейден, сен жер патшалығына керексің. Егерде қорғаушы болсаң, бұл ауыл үшін үлкен көмек. Мен түсінемін. Керемет. Мен жақын арада сендерге қосыламын. Алдымен маған басқа да чемпиондарды жинау керек. Бұл жер картада жоқ. Артқа қайтып, жолды табу керек. Мына жаққа. Храм. Қарғыс атқыр Алесия. Дарттар осы жақтан ұшып келді. Сен оны ашып білесің бе? Бізді өлтірмей ме? Солай деп үміттенемін. Өшіріп таста. Расында да, бұл жер жылып бара жатыр. Не үшін оттар әлі жанып тұр? Майлар жердің астынан шығып жатыр.
Ал құбырлар болса, оны бұрады. Катараваля, және оның қалқаны. Не болды? Содан, еденде металл жатыр. Бұл жай ғана металл емес. Сұйық ртут. Қарғыс атқыр. Ол улы ғой. Өлтіріп жібереді. Сен жай ғана менің ізімнен жүр. Сен өзі мені естідің бе? Кешір, мен бұны кейін айта жатарсың. Жарылғыштарды шығар. Бұл біздің көпір ме? Егер бәрін дұрыс жасаса, қабырға құлайды. Галима, олар тіршілік ете ме? Назарыңды аударма, бұл құбыжықтармен өзім айналысамын. Сендер Катараваляның ұйқысын бұздыңдар. Осы күнәләрің үшін сен өлесің. Менде өлуге уақыт жоқ, қарындас. Сенде бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дайын ба? Бұл шайқаста физика жеңді. Кеттік. Бұл расында да үлкен қазына. Оның орны мұражайда. Адам! Сен оны ешқашанда алмайсың. Сен өліп қалғансың, саған ол керек емес. Өлді демекші, сен менің жақын досымды өлтірдің. Ал мен бәрін ұмытып кешіре салатын адамдардың қатарынан емеспін. Ал енді, қалқан қайда? Мен әлі жеңілген жоқпын. Сен жеңілдің. Үйге қайтатын уақыт келді. Болды, бәрі керемет түсірілді. Солай болған сезгемін, ішім сезді. Сен де сездің ғой, иә? Катараваляның храмы, 39-шы түсірілім. Шапалақтаймыз, түсірілім аяқталды. Стивен, бұл керемет болды. Саған алғысымды білдіремін. Рахмет. Бәрі әдеттегідей керемет. Ал мұнан ойлап тапқан адамшы. Джимбо, красавчик. Сен де жарайсың, Джонни. Эй, менің айтқаным есіңде ме? Әлгі зомби каратистер туралы. Одан 4 фильм жасауға болады. Немесе сериал. Джонни, мен неге дұрыс айтасың. Бұл жерде емес. Мен келіп болғаннан кейін сенің кабинетіңе барамын.
Жоқ, келмей ақ қой. Маған монтажерлармен кездесу керек. Марша саған өзі хабарласады. Керемет. Жақсы, сенің көмекшің маған хабарлассын. Жаным, бәрі керемет болды. Солай ойлайсың ба? Онда тойлайық. Ішейік. Жабық кеш жасайық. Тоқташы, Джонни. Бізге сөйлесу керек. Жаным, Төбелес фильмінде сен бұрынғыдай асағат жұлдыз емессің. Стивен саған қарыз болғанына шүкір ет. Мен саған айтып тұрмын ғой, Крис. Бәрі жақсы. Сен бір рет болсын шын өмірдегідей. Мен сөйлесе аласың ба? Біз банкрот болдық. Бізге ақшаны үнемдеу керек. Үнемдеу керек? Күлкімді келтірме. Біріншіден бізге осы жерді сату керек. Маған тағы ішу керек. Джонни, бұлай жалғаса беруіне болмайды. Сен мұна мүсінге бола $10,000 жұмсадың. Ал дронша, дронға $30,000. Ал мұна қарқы сатқан қылышқа $3 миллион. Эй, Сенто, бұл тарихымыздың бір бөлігі. Бұл қылыш. Мәселе бұдай емес, Джонни. Крис, жаным, рольдер, ақшалар. Бұның бәрі бізде болады. Стивеннің фильмдері, бұның бастамасы ғана. Сондықтан да мен үнемдей алмаймын. Белгілі бір нәтижеге жету үшін ештеңкені аямау керек. Әйтпесе, Джонни Кейдж болмайды. Мен Джонни Кейджге тұрмысқа шыққан жоқпын. Мен Джонни Карлтонға шықтым. Мен оны қайтадан қайтару үшін барымды беруге дайынмын. Крис. Қане, Крис, олай тырысып қалмашы. Шешеңді сенің. Ал жұлдызым айта ғой, қалай екен? Құдайға шүкір. Крис, жаным мен. Менің әйелім қайда? Сенің әйелің кетіп қалды, о да бәрі жақсы. Егер менің айтқанымды істесең, ештеңке болмайды. Саған менен не керек? Сенто. Сен жалдамал адамсың ба? Немесе Сентоның тарихын білесің бе? Мен білемін. Бұл менің отбасымның қылышы. Жоқ. Мен сенімдімін, сен Тайра руынан емессің. Олар 100 жылдар бұрын өліп кеткен. Өлген жоқ. Жай ғана тығылды. Мен Сентоны қайтарып, бізді қараңғылықтан босатамын. Сенің жоспарың керемет, бейтаныс адам. Бірақ бір сәтті ұмытып кеттің. Сенто менікі. Және де оны шайқассыз бермеймін. Менің үйім, менің ережем. Солай, сенің өзі есімің бар ма? Кенши Такахаши. Сенің Тайра рудан емес екеніңді білген едім. Сен ештеңке де білмейсің, Кейдж. 400 жыл бұрын Тайра руы Японияның маңызды бір мүшесі болатын. Олар Аомори қоршау кезінде өлді. Содан кейін Сентодан да айырылды. Кейбіреулері жандарын сақтап қалды. Олар тығылып, Тайра тегін Такахашиға өзгертті. Олар өздеріне қорғаныс іздеп, Бакутоға қосылды. Якудзаның ізбасарлары аристократтан қарақшыларға дейін. Мен отбасымды Якудзаның тұйық шеберінен босатамын. Мен атамыздың лауазымын қайта қайтарамын. Менің руым оларды басқара алатынымды дәлелдемейінше ізімнен ермейді. Сондықтан да маған Сенто керек. Міне саған, Малибудың полицейлері. Керемет оқиға, жақсы құрастырғансың. Бірақ та өте керемет. Сен қор болып жүрсің, сценарист болып көрмедің бе? Шешеңді сенің, бүгін не болып жатыр? Қайырлы кеш, Джонни Кейдж. Мен Лю Кэнг боламын, жер патшалығының қорғаушысы. Кірсек бола ма? Бұл жерде түсірілім жоспарланбаған еді. Дұрыс келгендеріңе сенімдісіңдер ме? Иә. Біз бұл жерге үлкен себеппен келдік. Біз сенмен және сенің қонағыңмен сөйлесуіміз керек. Не? Сен оны қайдан танисың? Және де мен от құдайы боламын. Крис, оңбаған. Өте жақсы жұмыс.
Жақсы. Онда төрлетіңдер. Көздерің жанып тұр. Түсірілімге жақсы екен. Кенши Такахаши. Асыл мақсаты бар. Қайғылы батыр. Бүгін сенің істерің сені қолдайды. Бұлар кімдер өзі? Кімдер екенін сен айт. Сенің түсірілім әріптестерің емес пе? Сенің қиналып жүргеніңді мен білемін, Джонни Кейдж. Сендердің екеулеріңе де менің ұсынысым бар. Болды жігіттер, доғарыңдар. Крис қатырады, осының бәрін ұйымдастырған. Бірақ бұл артық. Әзілдеріңді біліп қойдым. Бұл ешқандай да әзіл емес. Бейхан, Куалян, өтінемін. Жақсы, жақсы. Сендердің ұйымдастырылған төбелестерінде өз рөлімді ойнайын. Әйелімнің ақшасын ақтайсыңдар деп үміттенемін. Жақсы. Ей сен, жоғыла емес. Ей сен, одан қолдарыңды тарт. Мен саған тарт деп айтып тұрмын. Бұны міндетті түрде істеу керек болды ма? Жай ғана оны орнына қойдым. Ей, бұл Хичули ғой. Бұндайды табу мүмкін емес. Жарайды, бұл әзілме маған бәрібір. Сендердің көттеріңді айырамын. Солайша түсірілді. Сендер сақтандыңдар деп ойлаймын. Әйтпесе менің Хичулимнің ақшасын төлеулерің керек. Сен ақымақ, кіммен байланысып тұрғаныңды білмейді екенсің. Жеткілікті. Оу, бұл спецэффект емес. Дұрыс айтасың, Джонни Кейдж. Куалян. Жақсы, бәрін бастан бастайық. Кім екеніңді қайталап жіберші? Лорд Лю Кэнг, жер патшалығының қорғаушысы, от құдайы. Иә, от құдайы дегеніңе жаңа сендім. Тоқта, жер патшалығы? Мен саған бәрін түсіндіріп беремін, Джонни Кейдж. Дәл қазір менің чемпиондарымның қатарына қосылғандарың өте маңызды. Не үшін ол? Немесе не үшін мен? Себебі сендер күресуден қорықпайсыңдар деп мен сенемін. Және де сендердің қызметтерің, сендердің өмір жолдарыңды өзгертеді. Бұл бірінші бөлімнің соңы, екінші бөлім жақын аралықта шығатын болады.